бұл тақырыбымыз мен зерттеу жұмыс тақырыбында біз мына лайқа суды зерттеу арқылы мына ыдыстарға құйып зерттеп таза су етіп аламыз. Мысалы балалар мысалы адамдар неге аң аулауға шыққанда, тауға шыққан кезде ішетін сулар таусылып қалады. Сол кезде көлдегі суларды алып, осы сүзгіш өздеріне сүзгіш алады. Сол осында көлдің суын құйып, өздеріне таза су құйып ішетін болған. Енді сол суды біз таза суды мына лайқа суды таза су етіп алу үшін біз мына ыдыстарға мына заттарымызды салып, мына керекті заттарымызды салып, нерге, мына қара, мыналарды мына бірінші мына көміріміз, көмір, одан тас, құм, мына мақта сүзгішке салып, сол арқылы біз суымызды тазартып аламыз. Бірінші мына ыдысқа тастарымызды саламыз. Сала қойыңызшы. Жайып саламыз. Оған емес, маған сал. Мына тасты бір бөлек саламыз. Көмірді бір бөлек саламыз. Маған сал. Маған сал. Сала қой. Ақтастардан саламыз. Ақтастардан саламыз. Енді бұны болды. Екінші мына көмірді азырақ көмір саламыз. Салыңдар. Соны сал болды. Оған емес, оған салмаймыз. Мынаған саламыз. Енді мынаны құмды мына ыдысқа саламыз. Мынаған. Көрдіңдер ме? Қане стана қасықты. Қасық мына құмды саламыз. Жайлап алып сала қоймағыз. Сал. Кім қандай сен сал? Мына үйін қапса. Жарайсың, молодец. Осыны енді мынаған мақтауымызды саламыз. Қане сал маған. Қатты батырып сал. Батырып саламыз. Қоямыз. Екінші тасымызды қоямыз. Көрдіңдер ме? Мына құмды қоя жүр. Қандай неға қой. Нерге қой. Енді мынаны неға қой. Мына алда, мынаны неға қой. Енді мына лайқа суымызды көрдіңдер ме? Енді қане сен мен алыстап тұрамын, сен құясың. Мақұл? Маған құй. Жайлап құй. Жақындап тұр. Қане енді сен құй. Құя отыр. Стаканға бастай, суға бақын стаканға қайып. Стаканға суға бақын стаканға бастай, жақындатай. Көрдіңдер ме балалар? Таза су ақты ма? Таза суымыз ақты, көрдіңдер ме оны? Көрдіңдер ме? Лайқа суымыздан таза су ақты, көрдіңдер ме? Бірақ бұны бүтіп ішуге болмайды. Тұндырып, қайнатып ішуге болады, жарайсыңдар балалар. Не қап қойдай? Көрдіңдер ме балалар? Біз лайқа суды тазартып алып, сендермен лайқа суымызды тәжірибе арқылы зерттеп, лайқа суымызды анықтап таза су етіп алдық. Балалар, көрдіңдер ме? Біз
мына суымызды, лайка суымызды таза су етіп, балалар көрдіңдер ме? Бұл суды бірақ біз тұндырып, қайнатып ішеді екенбіз. Құр өзін бүйтіп ішіп болмайды. Қанша дегенмен бұл жерде микробтар болады. Біз балалар көрдіңдер ме? Мысалы, лайка суымызды зерттеп арқылы, тәжірибе арқылы біз лайка суымызды тазартып етіп алдық. Балалар қоштасайық, сау болыңыздар.